Қайырлы күн қыздар, бүгін біз 15 минутта дайын болатын осындай шоколадты печеньені жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыздар, жаңа рецепттер салсам міндетті түрде сіздерге хабарлама келетін болады. Ал енді шоколадты печеньемізді жасап бастайық. Алдымен 2 жұмыртқамызбен қантымызды жақсылап араластырып аламыз миксермен. Қатты араластырудың қажеті жоқ, сәл ғана қантымызбен жұмыртқамыз ерісе болғаны. Барлығын араластырып болған соң, міндетті түрде сары майымызды ертіп аламыз. Одан кейін еріген сары майымызды қосып, барлығын осылай жақсылап араластырамыз. Енді мен ұнға қопсытқышты, какаоның барлығын салып жердім, әдемілетіп осылай електен өткіземіз. Міндетті түрде електен өткізген жөн, сол кезде біздің печеньеларымыз пышны болып шығатын болады. Сонымен қатар достар, ауызашарға өте дәмді, тез жасалатын қазан кебаптың рецебтін сілтемесін қалдырамын. Міндетті түрде сілтемеден өтіп жасап көріңіздер. Жасалу жолы да оп-оңай, ал дәмі керемет дәмді болып шығады. Енді силиконды қасықтың көмегімен барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамырымызды жасайтын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны пакетке салып, тоңазытқышқа 15 минут қалып қоямыз. 15 минут уақыт өтті. Енді осындай дөп-дөңгелек шариктерді жасап, оны қант ұнтағына малып аламыз. Пешімізді жаймелеп қыздырып бастаймыз. 180 градуста 20-25 минут біздің печеньеларымызды пісіріп аламыз. Әр қатарға 4 печеньеден салдық. Менде бір 15-16 штук печенье дайын болды. Мінеке достар, 20 минут уақыт ішінде менің печеньеларым дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, осындай жұмсақ болып шығады. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.